SMM маркетологтар контент планды қалай дұрыс жасау керек, қай жерде жасау керек, қандай инструменттерді қолдану керек. Дәл осы видеода мен сіздермен жақсылап тұрып бөлісетін боламын. Мен есімім Әбдісейіт. Соңғы 7 жылдан бері осы SMM маркетингпен айналысып келе жатырмын. Көптеген компаниялардың, үлкен кіші компаниялардың маркетингін внутренний казнеден кіріп, толыққанды мен жұмыс жасау маман ретінде мен сіздерге күшті бір пайдалы бір ақпарат беремін деген ойдамын. Осы видеоның соңына дейін көріңіздер, мен сіздерге жақсылап тұрып түсіндіріп беремін. Давайте кеттік. Ең бірінші қараңыздар, көбінде сіз компанияға барып сөйлескен кезде, контент планды ұсынатын кезде обычно қандай болады? Көбінде міне тура осылай заметкаға жазылған түрде мен осы бір ай бойы сіздерге осындай контентті жасап беремін деген сияқты шаблон нәрсені ұсынып жатады. Бұл кәсіпкер үшін түсініксіз нәрсе. Бұны сізден конечный итогты көре алмайды. Және де қай жерден қандай информация бар екенін толыққанды прозрачный жазылмағандықтан сіздерге кәсіпкердің сенім артуы сәл төмендеуі мүмкін. Жұмысыңыз енді бөлек әңгіме. Именно контент планыңызды қалай ұйымдастырудың өзі бұл жұмыс маман ретінде сіз өте четко жасау керексіз. Осы проблеманы алдын алу үшін мен осындай көптеген әртүрлі шаблондармен жұмыс істедім, әртүрлі құралдарды қолданып көрдім, бірақ ең ішіндегі удобнысы міне ол бізде Google Sheets телефонда да қолдануға ыңғайлы, ноутбукта да қолдануға ыңғайлы. Мен сіздерге әдемі бір шаблон жасадым, и сол шаблонды мен реально проектте қалай толтырып жатырмыз, қалай эффективно жұмыс жасап жатырмыз, барлығын осы видеода көрсететін боламын. Арнама тіркеліп алыңыздар, лайк басыңыздар, және де достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Қазір сіздерге демонстрацияны осы ноутбук арқылы көрсетемін, маған потому что осылай ыңғайлы. Дәл осылай телефонда да жұмыс істеуге болады, бірақ телефонда білесіздер, экран кішкентай, функционалы азырақ. Сондықтан сразу айтайын, бір айлық жұмыс болғандықтан сразу ноутбукта отырып, немесе біреуден алып, бір айлық контент планыңызды дұрыстап жасасаңыз болады. Ең бірінші неге поискқа Google таблица деп жазамыз. Ең бірінші тұрған бізде Google Sheets, Google Docs. Осыған кіріп, мен жіберген ссылканы ашатын болсаңыздар, сіздерге осындай пустой страница емес, дайын форматтағы рабочий страница ашылатын болады. Мен қазір өздерінің проектіме кіріп көрсетейін. Дәл осылай сіздердің жасаған проекттеріңіздің алдағы уақытта списогімен осылай тұратын болады. Мен қазір осыны Өрнек Декор компаниясының примерінде көрсететін боламын. Қараңыздар. Осы сіз шаблонды алған кезде әртүрлі бөлімдер болады. Контент план, контент отчет ұйымға, сценарийны. Одан кейін менде бөлек бұл не? Әрі біз мысалы үйді сыртын қаптаумен айналысады бұл компания. Көптеген үйлерді жасап жатыр, солардың адрестерін, контактларын алып отырады. Үй біткен кезде отзывын сразу жинап алу үшін. Одан кейін таргет отчет, RMP, клиент кон деген сияқты ары қарай мен бөлімдерді өзімнің проекттеріме қатысты қоса бергенмін. Енді бірінші очередь қараңыз, контент планды біз қысқа нұсқа осы форматта жинайтын боламыз. Ең бірінші қараңыз, бұл бізде тип контентті, бұл жерде бассаңыз статический пост, Reels болуы мүмкін, ол карусель болуы мүмкін, коллаборация болуы мүмкін, немесе ол UGC и басқа да бір кісінің отзывы болуы мүмкін. Осы форматта сіз таңдайсыз. В данный момент біз бүкілі, бұл жерде байқасаңыздар, Reels форматында контент болады. Бір айға біз жобалағанбыз, жоспарлағанбыз 30 неге. Арғай сіз керек болатын болса, 40-50 жасайтын болсаңыз, арғай соза берсеңіз болады. Соның ыңғайлап жасалған. Одан кейін рубрика. Әр контент, мысалы, әр кәсіпкердің иесінде, мысалы, парақшада рубрика болған міндетті. Біз соған қарай осы проекттің рубрикаларын тізгенмін. Сіздер егер бұл ұнамайтын болса, ауыстыру керек болатын болса, міне, неде карандаштың суреті бар, осы жерге жазып, рубрикаларды ауыстырып алсаңыз болады. Данный қараңыздар, мен Reels деп жаздым, бір контент толтырып жатырмық. Бұл бізде экспертный видео, одан кейін термопанель, бұл бізде заголовок, именно теманы жазамыз, қандай видео болатын. Одан кейін дата съемканы жоспарлаймыз. Даже осыға дейін мен кіргізіп қойғам бұл жерде. Келесі дата публикация, қашан түсірілді, қашан салынады. Одан кейін идея болатын болса, яғни бір жерден көрген идеяңыз болатын болса, сразу референс дегенді жасап қойсаңыз болады. Одан кейін статус опубликован, түсірілді, монтажда, немесе кейінге қалды, отмена болды деген сияқты статустар болады. Дәл осыны сіз кәсіпкерге ұсынасыз. Дәл осы арқылы сіздің жасап жатқан жұмысыңыздың этаптарын барлығын толыққанды бақылап отырады. Енді бұны ары қарай қалай түсіремін, ішінде не текст болады деген болатын болсаңыз, міне сразу мен осыған да бөлек бөлім қалдырып кеттім. Бұл жерде қараңыздар, ең күшті маған структура, яғни сценарий жазуға көмектесетін структураны дайындап қойдым. Бұл бізде хук, сразу оффермен бастайсыз, одан кейін проблемасын айтасыз, проблемасына шешім бересіз, қандай сізден пайдалы алатын, и соңында стай деген бұл бізде call to action. Дәл осы форматта сіздер сценарий құрсаңыз, міне осы бөлімге жазасыз. Бұл жерде визуальный кадр, яғни кадрда қараңыз. Хук деп мысал қараңыз. Термопанельді мына жерде визуальный сындырамыз деген эффект болсын. Мына жерде сол кезде сынған кезде не деп текст айтасыз. Дәл осы сияқты әр тексттің жанында визуальный әрекеттерін жазып кетсеңіз болады. Бұл түсіретін адамға да, ертең монтаж жасайтын адамға да түсінікті болады. Дәл осылай сіздер контент планның осы частьін, сценарий частьін толтырасыздар. Одан кейін келесі маңызды бөлмеге таргетпен айналысатын болсаңыз, міне таргетке арналған бөлек шаблон қалдырып кеттім. Отчет бұл жерде TikTok-та жазылған, Instagram-да жазылған. Одан кейін RMP отчет. Кейбіреу сұрайды, сіздерден сұрамайды. Біздің жұмыста сұрайды, сондықтан осыны біз толтырып отырамыз. Келесі бұл бізде клиент құнығын ашпай қойық.
ең маңызды бөлім айтайын, бұл контент планның, контент осы мен беріп жатқан шаблонның ең күшті кайфовый жері, бұл бізде отчет тапсыратын жері. Мынау отчетты тапсыратын SMM кімде-кім? Мен сіздерге айтайын. Ең топовый SMM-дердің өзі отчеттарын дұрыс тапсыра алмайды. Только скриндерін пытыр-пытыр етіп жасап, сал жібере салады. Бұл жерден сізден ешқандай ақпарат көре алмайсыз. Мына қараңыз, Instagram мысалында көрсетейін. Контентке заголовок, қандай заголовок қойылды, чтобы контентті қайсы екенін түсінетін. Одан кейін сразу просмотр саны жазылады, лайктың саны, комментарий саны, репост, позиция, сохранение барлығы осы жерде жазылады. Одан кейін өте маңызды бөлім, екі бөліммен арнайы түспе белгілеп қойдым. Бұл бізде средний время просмотра. Яғни видеоңыз 25 секундтық видео болса, осы 7 секунд дейтін болса, значит 7 секундтан кейін адамдар ары қарай көріп жатқан жоқ. 25 секундтық видео ол 18 секунд болуы мүмкін. 18 секундқа дейін келді, адам ары қарай көріп жатқан жоқ деген сияқты. Сіз ақпарат алсаңыз болады. Бұл арқылы сіз видеоңыздың болашағы бар ма жоқ па деген ақпаратты біле аласыз. Дәл осы показатель өскен сайын сіз сол видеоны көбірек қайталасаңыз, дальнейшем аккаунтыңыз всегда ректе жүретін болады. Келесі бұл бізде подписка. Әр видео бізге қанша подписчик алып келіп жатыр. Мына қараңыз, бір видео мысалы қарасаңыз 134 мың болып ректе шыққан. Бұл бізде 1 минут 10 секунд стабильно көріп отқан средний, одан кейін 287 подписчик алып келген бір видео. Яғни сіз осы показательдер көріп арқылы осы контенттің түрін сіздер көбейте аласыздар. Ары қарай мен астына жазып кеттім. ER деген тағы да маңызды бөлім бар. Бұл бізде видеоның рекке шыққан-шықпағанын атып көрсететін показатель. Бұл жерде мен қазір ошибка кетіп тұр. Бұл жерде негізі формула тұрады. Осы формулалар мына жерде көрсетілген даналарды процентный соотношениесін шығарып сізге көрсетіп беретін болады. Одан кейін сол публикацияның ссылкасы, одан кейін доля пропусков деген бар. Яғни 70% адам бұл видеоны көріп отырып, сливать етіп жүрген, мысалы лентаны қарап отырып, переслить етіп жүресің, сол осы показатель осы жерде. Дәл осылай TikTok-тың да маңызды показательдерін барын осы жерге жинастырдым. Сіз бір ай өткен кезде осы анализдерге қарап отырып, келесі айдың контент планын жақсылап тұрып жасасаңыз болады. Құрметті достар, бұл видео білмеймін сіздерге қысқа уақытта максимально информацияны беруге тырыстым. Егер подробно керек дейтін болсаңыз, мен Telegram қалдырамын, осы описанияда Instagram'да қалдырамын, TikTok'ымды да қалдырамын, маған жекеге шығыңыздар, мен сіздерге бөлек отырып мүмкіндік болса түсіндіріп беруге тырысамын. Бұл шаблонның несін қалай аламын дейтін болсаңыз, Instagramға тіркеліңіз, маған YouTube'тан жазып жатырмын деп жазсаңыз, мен сізге именно осы шаблонның сізге дайын тазартылған әдемі түрін сізге жіберетін боламын. Ары қарай сіз оны өзіңіз проекттеріңізде қолдана берсеңіз болады. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Сондықтан парақшама тіркеліп алыңыз, лайк басыңыз, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бауқан Әбсейіт.